Мен өзім 1932 жылы тудым. Соғыс башланған уақытта менға 10 жаш еді. Қазір қатырламаймын да енді. Әтейбіз біздің азғана соңырақ кетті. Әтейбіздің айталары ана нендей тағда Ильясны алмайлар деп әтейім 41 жылының июнь айында кетті. Кеткеннен соң біз 4 бала әне қол астында қалдық. Екінші інім Мағфур есімлі, ол 35 жылғы. Үшінші інім Тәбрис 39 жылғы. Кішкене сіңлік әшім 41 жылғы, ол Бишікті бәбай келіш қалды. Әтені иптешлері мен аларыны қазір қатырламайынды атқа отырып, ауылдан шығып кеткендерін мені шоқтай отыртып бардылар да, аннан түсіріп қалдырдылар, қайтайын долым деп. Үйге қайттым. Әне уақытта таза әйбәт ешілеріміз енді балалар деп құшақлап, оларында отыртқанын қатырлемас ойынны сіңімні бәбәй келіс бой тұтып отырғанын. Шоннан соң әтей соғыршқа кеткеш ұзақ тұрмады. Октябрь айларында өлім хабары келді. Ол өзі Көкмар районында Мәмәшір ауылы, есімлі Мәмәшір ауылындағы бір егіт біле бірге қызмет еткен. Атлы разведкада қызмет етеміз, түнне ерейбіз, күндіз жал етеміз деп сөйлей тұрған еді. Солар есте қалған. Ол Самый соғысының кішілі жерінде Смоленский облыста деп сөйлей яза тұрған еді қатын. Смоленский Самый соғысының қойнаған жері, анда бір күнні немістер, бір күнні руслар шулай тұрып, ала соғысқандар бек қоты соғыс барған. Анда мұнда өлген кішілерінің қабірлері жер үстінде толық болған. Үйлерді суық бола тұрғаны көп уақытта я пеш башында, я пешке кіріп ята тұрғаны ек. Ол уақытта зор пешлер, дәу пеш башында бар, пеш башында елі бітсе бірін-бірін Мағфурынымда, Тәбрисінімді, Фәниясіңдімді пешшесіне кіріп ятадыр ек. Малайлар бірге ағаштан бұтапта түсіріп аладыр ек. Әгер кейсіп бұтаға қалған болса, шоларыны шеш тартып, аралап, шанаға тияп, тізілісіп, 4-5 малай қайтадыр ек. Енді, неден мінгелді? Тігірмен бар Нұрманның ауыл башында, шол Тігірмен тауыннан бірге тартып әп мінәдір егенде. Әйтеміш енді, өзіміздің Аллаға шүкір тәрбиелеп өстірді. Өзі көп уақытта ашырғандыр енді, бізні кішійтті. Самый главный оқи алмадым. Бек шонсын ашар болды. Оқымаған кішілер қазір күту-күтәден етәген енді, бүтән нешесен енді ол. Ат жиктім онлары. Оннан армияға барға шоферлыққа оқып қайтып, шофер болып үшәдім. Соғыс уақытында әне шол кішіге ішке барып, бәрәңгілер ап қайтып, әрбір бізге яртышар бәрәңгі бері тұрғаны. Көңіл тұла, соғысқа мәңгі риза туыр.
bizni açlıkka tilmirttu, kiyimsiz kaldırdı, etisiz kaldırdı. Yarıyeleni bulup, eni terbiyelep üstürdü Allah'a şükür. Koştursak da eni yanındayız. Soğuş vakitinde okuy olmadım ben. 4 güne klas bitirdim. Noyunda soğuştan son armiyaga gittim. Soğuştan sonra armiyaga barıp Irak gün çıkışta hizmet ettim. Primorskiy krayda. Şundan qaytkandan son Feniyege ilanıp birge ömür etip balalar üstürdük. Allah'a şükür balalarının gramını yeterge tırıştık. Indi soğuş afatları balalarına yazmasan, tegizlik bile motor yetip durmuş yeterge yazsın.